Махаббатты бере аласың маған керек, ғашық қылар сөзіңмен ғана. Жаным сенің жанарыңа қарау керек, суретшінің көзімен ғана. Неткен сұлусың қарағым, қандай әдемі еді жанарың. Сөз таба алмай мен барамын, бай-бай шіркін. Неткен сұлусың қарағым, қандай әдемі еді жанарың. Сөз таба алмай мен барамын, бай-бай шіркін, бай-бай шіркін. Еркелейсің тым ерекше, құрбыңның дәл көзіңше. Не деген жан едің сен, тым ерекше, тым ерекше. Кездесіп қалайықшы, байқамағандай болып тап бүгін кешке. Ай, жаным ол сағынғаннан пайда бар ма? Қарашы сезіміме сенбей жүрсен айға барда. Жүрегімді жүре бер өзіңе сен байлап алда, байлап алда. Неткен сұлусың қарағым, қандай әдемі еді жанарың. Сөз таба алмай мен барамын, бай-бай шіркін. Неткен сұлусың қарағым, қандай әдемі еді жанарың. Сөз таба алмай мен барамын, бай-бай шіркін, бай-бай шіркін. Новая жизнь.
Sizlerмен басы қонақтарымызбен керемет етіп тілегімізді айтып, кішігірім шайымызды ішіп, жақсы сөздерімізді айтып, солай әдемі болып жатырып, жайлап, жарқырап отырып, сосын тез-тез кетейік. Бұрында ол жаңа босанған әйелдің үйіне барып алып шай күтіп отыратын еді. Қазір барлығымыз көз ашып, көкірегі ояу адамдармыз. Жөн жоралғысы білеміз. Иә, шай күтпей үйімізге осы қойғанымызбен қайтайық. Негізі, вообще кіргіміз де келмеген, ақмарал 2 күннен бері сториста қатты дайындалып жатқанын көрдік. Жүгіріп, кеше барахолкаға барып, шашуларын шашып. Біз выпискада мынандай шашу бірінші рет көріп тұрмыз. Шашу, ішінде долларлар бар, байқадыңыздар ма? Шашылсаң тойға шашыл дейді, Ақмарал апа сол сөздің амбассадоры болып еді. Бізді шашылған соң қимадық негізі. Жаңа заманның солай бір атауы болып кетті ғой, кіндік әке шеше деген. Ол деген бір жағынан достарды, бауырлардың ара-қатынасын тағы да нығыздап, бір-біріне жақындастырады. Одан кейін баланың да екінші отбасыға жақындап, олардың баласымен бауыр болып, олардың баласымен дос болып араласуға көмектеседі деп ойлаймын негізі. Бізде енді 2 жыл ұстамасақ кіндік әке шеше деген біз Айда мен Боланың ұлдарына кіндік әке шешеміз. Айда мен Бола еркелердің осы соңғы Медикошына кіндік әке шеше болып жатыр. Содан кеше біздің Алмас батырымыз туылған кезде негізі оларды ешкім сұраған жоқ, өздерімен өздері отырып, семеймен өтіп, кәдімгідей жүректеріне түсіп, кіндік әке шеше қойғымыз келеді, кіндік әке шеше болған қалаймыз деп өте күшті 2 жұпты таңдап отыр. Алмас бала шағасы осындай 5-ші баласы болған 6-шы оған ұнайды. Кіндік әке шеше деп өздері бізге ұнайды осы отбасы, осы отбасын үлгі алғымыз келеді, жолын берсін бізге деп ниеттеніп, сондай қылып сайрапты. Бұл кісілерден өздерінің кеңдерімен, жомарт жігіттермен қарсы болмай, негізі ондай жүк алу оңай емес, кіндік әке шеше болушы. Сондай қарсы болмай, қабыл алып та, сонымен енді сіздер ала қаласа осы отбасымен туысқандық қарым-қатынас нығайтып жатырсыздар Алмас баланың арқасында. Сол кіндік әке шеше көңілдеріңдер жүрдік, Sonda жақсыдан қосып өте әлемі басты жегістер, басшы күштердің қатарына өте берсін. Енді өтіні дәнге көтетін нағытер азаматтардың қатарына болсын. Танысқанға 2 жыл оттай едіңіз, көрісіп біліп барласын кетіп отырған сияқты. Көп рахмет, сіздерді Алла болсын. Жолдарыңыз емес, сіздің тек қана мықтылық жетістіктеріңіз жақсы болсын ол кезде. Сіздің көрінген бар, бірақ ешқашан көрмедім. Сізге тікелей жіберем. Менің астымнан енді тікелей $100 сізге қолымды ретінде сосын жаңа нағашы әжесінде отырып соғанда менің астымнан 20 мың теңге болсынды. Қолымды жіберем. Сол енді айда өзі дайындалған бар енді бізге енді 1 мың қалған кезде айтты. Есігі бірақта бір мың айтқанда аяқ астынан іздеп енді алыпта да көп қой, жиындар көп әйтеуір. Ертең әлде қалай бір-бірімізді сыйласып осылай жүре берейік. Батыр жігіт дүниеге келді деп жатыр ғой, кешеден бері айтып жатыр. Негізі сіздердің әулеттеріңізде, мысалы нағашы әулеттеріне өте мықты ұл қыздар бар, мықты ағалар, әпкелеріміз бар. Сол кісілердің немерелері болса, ол жігіт сіздерден де мықты болып шығады деген үміттеміз иншалла. Сол. Айдаға сөз кезегі берейік. Аға бар, ана жақта 2 қолын бүйтіп отырған барлық туған туысқандарымыз болып, бізде хотя туысқандығымыз болмаса да шын жүректен, шын кәдімгі пейілмен тілектес болдық. Аман-есен жаны қалсын екеуінің де деп. Себебі сенбей біздің уже шын айтқанда сіңліміздей болып кеткен жан. Кәдімгідей 2 қолымызды бүйтіп қысып ұстап дұғада болдық. Аллахым сол дұғаларымызды қабыл еткен шығар. Сенбейтін де міне баланың да жағдайы жақсы дегенге шын жүректен қуанып отырмыз. Соған не істеп біз де қобалжып кеттік, мә қалай болады екен деп. Жаңа ертерек білген кезде кәдімгідей Қытай ағаларымыз бар ғой. Соған такая күшті алып алып келетін едік. Онымен оған үлгере алмай қалдық. Енді Алла бұйырса бесік тойы бар, шілдеханасы бар, әлі талай мықты жиындарда кездесеміз деп үміттенемін. Алла бұйырса. Саған да құтты болсын. Алла бұйырса. Артынан енді өздеріңізге отын алып қойды деп кеше еркелеп қалған. Несі қоған деп ше.
соны бұйырса енді керек заттары болған дұрыс қой балаға. Сол керек деген заттарын бұйырса алып береміз. Енді анасындай болып жүр ғой, қасында қанша күннен бері сол Сымбаттың шашбауын арқалап, кәдімгідей Сымбатты уайымдап, бүкіл затын дайындап, не киеді, не істейді, қалай шығады, қалай жүреді, барлығына дейін уайымдап, үтін нүктесіне дейін ұйымдастырып жүгіріп жүр негізі ше. Біз негізі осы жерде отырған үш құрбымыз ғой, үшеуміз де үйдің үлкеніміз ше. Үшеуміздің де осындай інілеріміз, сіңлілеріміз бар да. Еркеге айтамыз ғой, сен сияқты болуды бізге бұйыртсын деп, сен сияқты әпке болайық бізде осылай. Сымбатты қалай ұзатылған кезде қалай дайындалғанын барлықтарыңыз білесіздер. Қазақстанда жоқ ұзату, Қазақстанда жоқ жасауды жасап жүреді. Енді босанған кезде де Қазақстанда жоқ выписканы жасауға атсалысып жүгіріп енесімен бірге кәдімгідей барлығын жасап жатыр да. Сол осы ерке сияқты әпке болуды, ерке сияқты келін болуды, ерке бестікке кіретін отбасы деп біз өзіміз қабылдаймыз. Сіздің бізге жолыңызды берсін, бізге өскенде сіз сияқты болғымыз келеді. Бола мен Айдаға да үлкен рахмет, сыйлықтарын беріп, күшті қылып. Кеше енді Мұстафа айтты ғой, үлгі сенен кейін деп қойып менің көңіліме қарап. Сенен кейін ойнайтын отбасы болады деп қойып. Сосын енді біз сенбейтін өзі пысық қыз ғой, бәрін біз уже енесі екеуміз Ақтаудан келем дегенше мына жақта үйіліп тұр екен. Мықты мен деген брендтердің коляскасы, манеж бәрі затын алып қойған. Біз бір зат алайын десек, вообще зат жоқ та уже. Оған керек. Заттардың 100% алып қойған. Сол үшін біз дегенде менің күйеуім Ақтауда енді ол келе алмады. Екеуміздің атымыздан бір тай деп отырмыз. Бір тайдың ақшасын аударамыз, сосын қалған ертең памперс бәрі керек болса алды. Сондай заттарына өздері жарайды жатады. Иса деген ұлымыздың кіндік әке-шешесіне сөз берейік. Сау жол қыздарыңыздың, Сымбат қыздарыңыздың жолдасы боламыз. Батыр ұлымыздың бауы берік болсын, алар асуы биік болсын, аман есен болсын, ең бастысы дені сау болсын. Әрқашанда бастапқандарыңыз кеңшілікте жайыла берсін. Атына заты сай жігіт болсын, арқайып тұрғандай алмастай қылыш, алмас қылыштай сонда бір сөзі өткір, ойы терең, көбірек ойлау, көзі ашық жігіттердің бірі болсын. Иншалла еліміздің біртуар азаматтардың бірі болсын. Құдай қаласа әулеттің атын шығаратын сонда бір керемет жігіттердің бірі болсын. Ең басты ауырмасын, бар болайық, бай болайық, аман болайық. Рахмет, құтты болсын. Бағандан бері енді айтып жатырмыз ғой, Алмас баламызға, Алмас інімізге деп айтамын. Бізге де бала сияқты, себебі біз сенбейсіз, тура түйде жасты менің де туған сіңлім бар. Сол үшін Сымбат ұзатылған кезде де, Сымбат аяғын ауыр екен білген кезде де өзімнің сіңлім тура сонымен жаста болғаннан кейін қатты қабылдадым, өзіме жылап, бірге еркемен бірге ту деп қимаймыз, әлі бала ғой қалай деп солай кәдімгідей өзіміздің сіңліміз сияқты болып кетті. Сенбей туған сіңліміздей көреміз, сонымен бірге қайғырып, сонымен бірге қуанып. Енді жаңадан бері айтып жатырмын ғой, Алла қаласа текті әулеттердің немересі болып туылған текті ұлымыз, қаласа біздің Сымбатымыз Абайдың анасы сияқты, жаңағы Мұқағалиді, мысалы қазақы бетке-сар азаматы ғой, сондай ер азаматтар тәрбиелеген аналарымыз сияқты мықты ана болып, дана ана болып, өзінің бұдан да жақсы Алла қаласа Ақмарал апа келіндерім үшін деп келіп тұр. Қазір негізі бізде қоғамда ене мен келін тақырыбы өте анандай бір бүйтіп тұрған уақыт, тербеліп тұрған уақыт. Себебі қай жерден қарасаң да енесін жамандап жатқан келін, келін жамандап жатқан ене дейтін көп болып кетті, сосын ол норма болып кетті. Сосын енемен тұрмау дейтін нәрсе, енемен тұрсаң дамай қаласың дейтін нәрселерді де агитирование жасап кетті. Сол нәрсенің барлығына қарсы шығып, біздің өзіміздің тамырымызда бар нәрселерді, ене мен келін жақсы қарым-қатынас құра алатын, келін мен ене бір үйде тұра алатын дәлелдеп жүрген қазақтың нағыз керемет енелерінің бірі деп айтам. Алла қаласа сіздер сияқты осылай үлгі болып жүретін енелер көбейе берсін. Бүгін немереңізге, одан кейін жиналған осы қонақтарыңызға өзіңіздің жылы лебіз тілектеріңізді айтып жіберіп, бүгінгі кешімізді тәмамдасақ. Ал құрметті бүгінгі біздің Ақсақалымыздың қонақтары, біздің мына барлықтарыңызға рахметімді айтамын. Алғысым шексіз. Кеше осы перзентханадан шығады дегеннен бастап толық қылып жүрмін. Өзім бір босанғандай, өзім бір перзентханадан шығатындай болып сөйтіп сондай бір керемет сезімде жүрмін. Сіздердің де барлықтарыңызға сондай сезіну бұйыртсын. Алла тағалам тек барлықтарыңызға немере сүю, бала сүю, ұл сүю, жиен сүю, шөбере сүю, соның барлығы бұйыртсын. Үйлеріңізде, дастархандарыңызда тек қана осындай той болсын. Бүгінгі біздің шаңырағымызға, Қайрекен екеуміздің осындай отбасымызға тілеген ақ тілектеріңіз өздеріңізге 10 есе болып, 1000 есе болып қайтып келсін. Бұл жерде енді біздер тек жақын кезде әйел адамға енесінің емес, мамасының емес, апасының ақылы керек. Себебі ол апасына
әпкесіне өзінің қиналған сәтін айта алады, жылай алады, еркелей алады, керек затын айта алады, ұялмай, қысылмай, барлық секретін бөлісе алады. Сондай әпкесі міне Ерке Құдашам. Сол Ерке Құдашам Алла разы болсын. Ақтаудан dedесі бірінші айтып жатырмын сені. Одан кейін құдағайым Алла разы болсын. Құдағайым да міне осы міне кішкентай бөпелі болғаннан олар алдында да барлық жағдайын жасап, келінімнің қасында болып ақылын айтып, өзінің барлық нәрсесін бөлісіп, осылай болып жүгіріп келіп жатыр. Құдағайыма мың рахмет. Одан кейін міне осындай міне құда балаларым келіп жатыр, құдашаларым келіп жатыр. Мына жақта енді барлық қонақтар. Ал енді тойдан толықпай дейді, азғантай сіздерге жаңа мынадай дәм ретінде мынаны барлығына шай ішерсіздер қазір. Клубника в шоколаде және де сіздерге осындай сыйлық дайындап қойдым. Ешкімге бермей өздеріңіз бұл деген той бастар ретінде тарқатып, кеше жаңа перзентханада жатқанда керек нәрсе екен осы деп ойлап қойып едім, соны өзім тауып міне сіздерге алып беріп жатырмын. Мынау термо сумка, ішінде осындай 2 ыдысы бар. Осындай ыдыспен өздеріңіз жолға шықсаңыз, демалысқа кетіп бара жатсаңыздар, немерелеріңіз, балдарыңыз, келіндеріңіз босанып жатса, ратонға тамақ тасисыздар. Ыстық осындайды, осындай күшті болып барлықтарыңызға естелік ретінде бірінші бөлімді енді үлкендердің рұқсатымен қазір астың батасын беріп тұрамыз. Содан кейін мен жеңгенің хатымы бар енді. Не жоқ дегенде бар жазған списогындағы заттар алып береді. Ойыншықтары бар. Мына жақта жатқызатын ойыншықтарының барлығы бар. Мына жерде уход наборлары бар, жақсы бүфемізге кетіп қалды. Кішігірім енді бұйырса шілдехана тойларға барғанда заттарын алып барамыз ғой деп кішігірім киім алып бердік енді. Апалармен бірге алғанымыз бар. Осындай бөпенің өзі сыртқа шыққан кезде осындай күшті болып, қазірде бренд заттар киіп деп осындай кішігірім заттарын алып барды. Қолы жеңіл болсын, осы зейнеткеріңіз қазір Алмас баламызды бесікке салатын болады. Бесігі мамық болсын деп бірінші осы бесікті ашып аласыдайық. Алас. Шашпаушы. Дайындалуға жоқсың, кешке жақыныз бар. Мына пакеттеріңді алып келіңіз, мынандай келің, пакеттеріңді алып келіңіз. Азар пакет бердік қой. Осындай түшірме мынау. Міне балаларыңызға апарып беріп келің. Осылай. Осылай. Мына тасуы болсын. Осылай болсын. Осы Алмас деген жігітті бесікке салмас бұрын шомылдырамыз. Ол шомылу рәсімін өзінің нағашы әжесі Фариза құдағайымыз береміз. Ал бұйыртса Алмас деген жігіт еліне, жеріне, дініне қызмет ететін үлкен азамат болсын. Мама папасының, ата әжесінің үлкен сондай мақтанышы болсын. Не осы Мұстафамен Сүйінбейдің ұлы деп бәріміз мақтанып қарап Жамбылдың жасын берсін, Абайдың басын берсін, Сәкенің сәнін берсін, Қажымұханның батырлығын берсін. Мынау атасыныкі, атасы да тәйші болып, осы баланы күтіп Менікі айтасыз? Ерке Құдашам деп айтады. Мамасы Айданікі. Осы кісілердің барлық жақсы қасиеттерін осы баламызға ерсін. Біз Парижден Парижден біз шығамыз. Ерке Мединаға барамыз. Одан кейін китайский стенаға барамыз. Осы жер жүзінде 10 высотный башня бар екен. Сол жетеуінде аралап шығамыз. Аумин. Мен главное
кемінде 7 тіл білеміз. Ал бүгін менің немеремнің өзінің шөбетті суға шомылдырғанға, бесікке салғанға ырымын жасап, сол кісілердің жолын берсін, сондай болып жақсы қасиеттерін берсін деп жасатады. Сізге де рахмет көп-көп, жиенім деп жүгіріп жүрсіңіз, сізге де норковый шуба. Мына шетте деген бар ғой, рахметке қарай алдым бәріңізге. Тап болар десем жиендеріңіздің, немерелеріңіздің қызығын көріп, осындай шілдехана тойында тойлап жүре беріңіз. Енді жаңа айтып жатырмыз, екінші мамасы деп Аида ханым. Аида ханым. Мен неге ханым деген? Болат мырза. Келіңіз. Болат мырза келіңіз қасыма. Сіздің сразу шешті бар ма? Шешесі болып, Болат пен Аиданы өздеріміз осы кісілерге ұқсасын деп таңдадық. Мұстафа мен өзінің ботақанының таңдауы осы кісілердің жолын берсін, осы кісілерге ұқсайын, еңбекқор болсын, осы кісілердің жолын берсін деп, осы кісілерді Болат пен Айданы өздерінің балаларының өкіл мама папасы қылып жатыр. Кіндік мама папасы дейді ғой. Көп топырақ. Осы ботақаным болса не отырсын? Ал енді не құрметті қонақтар, бүгін біздің шаңырағымызда, Қайреке екеуміздің шаңырағымызда үлкен қуаныш, үлкен той. Мұстафа мен сымбат ботақаным, міне ботақаным біздерге немере сыйлап жатыр. Рахмет, біз қуаныштымыз. Атаң да саған рахметін айтып жатыр, звондап жатыр. Өте қуаныштымыз. Қуанышымызда шек жоқ. Бізге осындай тым тәтті немере сыйлап жатқаныңа саған біздің жанұямыздың атынан күшті сыйлық сыйлағымыз келді. Сені де қуантқым келді. Сен бізді қуантсаң, біз де сені қуантып, осындай күшті немерелер сыйлай берсін дегіміз келді. Осындай күшті, керемет сыйлықты саған сыйлағым келді. Қазір енді бұл Ван Клиптің осындай күшті, керемет, жасыл күшті осыны қазір саған тағайық. Жақсы құрметті көріп отырыңыздар. Еще жасыл түсірді, ерекше әдемі ғой. Осындай сақинасы бар. Қолым үшті толып қалды. Бұл әлі аз саған. Саған банкеттің сатуарын сыйлайын жатырмыз. Жон, тоғытын жан. Рахмет. Рекламный пауза. Жібермей қойын. Енді осы Ван Клифтің коллекциясын толтыра бер. Қыз туғанда қызылын Өйстіп немере сыйлай берсе, мен деген таға берем. Жақында мен сол қызыл айдеп отырмын. Өте қуаныштымыз. Күшеншек аман-есен дені сау болып өсе берсін, үлкен азамат болсын. Алмаз деген батыр тек сендерді қуанта берсін. Ақмарал апаға бізден қошемет. Ене болса осындай болсын. Бұнда ене уважение жоқ. Бүгін енді өте қуанышты күн болып жатыр. Үлкен құдағайлар. Бүгінге сәби келіп жатыр, жиын болып жатырмыз. Құдағайлар үлкен сіздерге Алла разы болсын. Жаңа айтып жатыр ғой, сіздің жолыңызды берсем ниеттенген екен. Аллахым екі дүние бақыт нәсіп етсін. Құдағай өте ризамыз. Өзіңіздің көңіліңізді білдіріп, алған бергенде тұрған ештеңе жоқ. Сыйлап жаңағыдай құрметті болсыңдар. Кішкентай сәбидің бауы берік болсын, үлкен азамат болсын. Бүгінгі ақ тілектердің барлығы қабыл болсын. Сізге жолсыз болсын.